Алдымызда көрсеткіштері бар баған тұр. Бұлай барсаң, досыңды табасың. Бұлай барсаң, қазынаға тап боласың. Бұлай барсаң, мегабайт табасың. Таңдап алынған бағытқа байланысты қандай да бір нәтижеге жетесіз. Сонымен, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Паскаль ортасындағы шартты оператор. Бұл сабақта біз бірінші тармақталу командасы ұғымымен және шартты алгоритмдерді құру схемасымен танысамыз. Екінші, if-then командасы не үшін және қалай қолданылатындығын білетін боламыз. Үшінші, практикалық мазмұндағы есептерді шығару кезінде тармақталу командасын жазуды үйренеміз. Төртінші, берілген тапсырманы орындау үшін оның блок схемасын құруды үйренетін боламыз. Көрнекілік мақсатта мен сіздерге Виктор Васнецовтың картинасын алып отырмын. Шындығында бұл картинка фотошопта өңделген. Ал таста біз көріп отырғанымыздай соңғы үлгіде жетілдірілген iPhone сенсорлық режимде таңдау мүмкіндігін береді. Сонымен таста былай деп жазылған: оңға барсаң атыңнан айырыласың, солға барсаң ажалға тап боласың. Ал енді біз бұл алгоритмді жазудың өзіміз білетін графиктік түрде кескінделуін еске түсірейік. Тармақталудың графиктік түрде кескінделуі ромбик болып табылады. Оның ішінде шарт сұрағы жазылады. Және одан кейін екі нұсқада жауап алынады: иә немесе жоқ. Сонымен қатар біз пайдаланылатын екінші геометриялық фигура бұл тіктөртбұрыш. Оның ішінде берілген жағдайға байланысты орындалатын команда жазылады. Сонымен жоғарыдағы мысалдың график түрде кескінделуін, яғни блок схемасын сызайық. Оңға барсаң атыңнан айырыласың, яғни шарт сұрағы ретінде біз ромбиктің ішінде оңға барсаң деп аламыз. Егер иә, онда орындалатын команда атыңнан айырыласың. Ал егер де жоқ, онда ажалға тап боласың. Сонымен бұл мысалдың үзіндісі блок схема түрінде осылайша кескінделеді. Тармақталу алгоритмінде көбінесе арифметикалық теңсіздік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі. Егер ол орындалса, онда алгоритм бір тармақпен, ал орындалмаса екінші тармақпен жүзеге асырылады. Соңында екі тармақ қайта бірігеді. Тармақталу процестері бар алгоритмдерді ұйымдастыру үшін шартты операторлар пайдаланылады. Бұны дәптерге жазып алайық. Орындалу тәсіліне байланысты тармақталу командасы, яғни шартты операторлар екі құрылымнан тұрады. Бірінші құрылымы толымсыз. Шарт сұрағы жазылатын ромбиктен және иә тармағы осы жағдайда орындалатынын команда жазылатын тіктөртбұрыштан тұрады. Ал ромбиктің жоқ тармағы бойынша ешқандай команда орындалмайды. Сонымен, егер шарт ақиқат болғанда бірнеше операторлар тізбегі орындалатын болса, мұндай операторлар құрамы операторлар деп аталады да, өзіндік операторлық жақшаға алынады. Мұндағы операторларды шектеп тұратын begin, end, түйінді сөздері операторлық жақшалар деп аталады. Begin сөзінің соңында және end сөзінің алдындағы операторлардан кейін нүктелі үтір қойылмайды. Екінші, шартты оператордың толымды құрылымы. Тармақталған алгоритмнің толымды түрі екі серияның бірін ғана таңдауды іске асырады. Мұнда берілген шарт тексеріледі. Егер ол шарт орындалса, яғни ақиқат болса, онда бірінші серия жүзеге асырылады. Содан кейін келесі амалдарға көшіріледі. Ал егер де шарт орындалмаса, онда жоқ деген тармақтағы екінші серия атқарылып, одан кейін ғана алгоритм әрі қарай орындалады. Сонымен шарттың ақиқат немесе жалған болуына байланысты бірінші немесе екінші серия орындалады. Осыған байланысты бұл алгоритмнің блок схема түрінде былайша кескінделеді. Тармақталу алгоритмі схемасының бұл түріне міндетті түрде шартты тексеру блогы кіреді. Ол rom түрінде кескінделіп,
басқа блоктармен бір енгізу және екі шығару сызығы арқылы байланысады. Сонымен екінші түрі алдыңғы мысалдан түсінгеніміздей құрама операторлар былайша жазылады. Шарттың я тармағы бірнеше оператор 1, оператор 2, оператор тағы сол сияқты бірнеше оператор n, бірнеше операторлар тізбегі орындалады. Ал шарт сақталмаған жағдайда жоқ тармағы бойынша бірінші оператор 1-2, тағы сол сияқты оператор n, бірінші операторлар тізбегі орындалады. Бұл жерде мынаған баса назар аудару керек. Әрбір шарттың орындалуына, сақталуына немесе сақталмауына байланысты орындалатын операторлар өзіндік жақшаға алынады. Begin end я тармағында да болады. Begin end түйінді сөздері жоқ тармағында да жазылады. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Енді осы кинодан үзіндіге блок схемасын құрып көрейік. Яғни шарт сұрағы ретінде арманымның барлығын жазар болсам деп аламыз. Ромбының ішіне. Ол бағдарламада шарт if сөзімен беріледі. Ал шарт сұрағы арманымды жазар болсам деген бағдарламада дәл солайша жазылады. Иә, егерде шарт сақталған жағдайда then бағдарламада then түрінде жазылады. Онда орындалатын команда бірінші дәптерге сыймас еді. Екінші, оған ешкім де сене де қоймас. Ол бағдарламада бірінші дәптерге сыймас еді, екінші команда орындалатын команда ешкім де сене де қоймас деген дәл солайша бағдарламада жазылады. Бұлар құрама операторлар болғандықтан begin end түйінді сөздермен өзіндік операторлық жақшаға алынады. Сонымен шартты оператордың жалпы түрі толымсыз түрдегі тармақталу командасы мынадай болады. Бірінші шарт, ол бағдарламада if түрінде жазылады. Ал одан кейін шарт сұрағы жазылады. Ол бағдарламада дәл солайша жазылады. Блок схемада иә тармағы, блок бағдарламада then түрінде жазылады. Then онда. Яғни орындалатын команда жазылады, бағдарламада оператор дәл солайша жазылады. Орындалатын операторлар тізбегі. Ал жоғарыдағы мысалда көргеніміздей шарт if түрінде жазылады. Егер оның ішіне жазылатын шарт сұрағы бағдарламада дәл солайша жазылады. Я тармағы бағдарламада then түрінде орындалатын командалар сериясы жазылады. Одан кейін командалар сериясы бағдарламада да дәл солайша жазылады. Жоқ тармағы бойынша ешқандай командалар орындаудың қажеті жоқ. Мұнда көңіл аударыңыздар. Блок схемада да begin end түйінді сөздеріне командалар сериясы алынады. Бағдарламада да дәл солайша begin end түйінді сөздерімен операторлық жақшаға алынады. Шартты оператордың жалпы түрі тек бұл жолы толымды түрдегі шартты оператор. Шарт ромбы түрінде жазылады. Ол бағдарламада if, егер шарт сұрағы жазылады. Бағдарламада дәл сол сияқты шарт жазылады. Я тармағы бағдарламада then түрінде жазылады. Одан кейін оператор, бірінші шарт сақталған жағдайдағы оператор, бағдарламада оператор бір дәл сол сияқты жазылады. Шарт орындалмаған жағдайда жоқ тармағы бойынша ол бағдарламада else түрінде, әйтпесе осы жағдайда орындалатын оператор, екінші оператор жазылады. Кез келген жағдайда ол екеуі қайтадан бірігеді. Шартты оператордың толымды түрдегі тармақталу командасының екінші түрі шарт if түрінде жазылады егер. Одан кейін шарт сұрағы жазылады. Я тармағы бойынша
бағдарламада зен түрінде жазылады, одан кейін орындалатын командалар сериясы жазылады. Ол бағдарламада командалар сериясы дәл сол сияқты жазылады. Ол begin, end түйінді сөздерімен өзіндік операторлық жақшаға алынады. Жоқ тармағы бойынша орындалатын командалар сериясы бағдарламада else түрінде жазылады. Командалар сериясы жазылады, одан кейін begin, end түйінді сөздеріне операторлық жақшаға алынады. Енді назар аударыңыздар. Бірінші командалар сериясынан кейін де операторлық жақшаға, яғни begin, end түйін сөзімен операторлық жақшаға алынады. Мына жерде де операторлық жақшаға алынады. Сонымен бірнеше мысалдар қарастырайық. Келесі операторлар орындалғаннан кейін D айнымалысы қандай мән қабылдайды? Информатикада айнымалы дегеніміз өз аты және осы мезетте мәні болатын жады ұяшығы екендігін естеріңізге сақтаңыздар. Мысалы, A меншіктелінсін 3-ге. Бұл меншіктеу әрекеті орындалғаннан кейін A деп аталатын жады ұяшығы 3-ге тең болады. V меншіктелінсін 2-ге. Нәтижесінде V деп аталатын жады ұяшығы 2-ге тең болады. Егер A үлкен V-дан болса, онда then D меншіктелінсін A-ға. Біздің мысалымызда A-ның мәні 3-ге тең, B-ның мәні 2-ге тең, яғни 3 үлкен 2-ден. Сондықтан иә тармағы орындалады да, жадының D ұяшығы 3 деген мән қабылдайды. Сонымен жадының D деп аталатын ұяшығы 3-ге тең болады. Екінші мысал. Келесі операторлар орындалғаннан кейін D айнымалысы қандай мән қабылдайды? A меншіктелінсін 2-ге. Яғни жадының A ұяшығы 2-ге тең болады. B меншіктелінсін 3-ге деген команда орындалғаннан кейін B-ның B ұяшығы 3-ге тең мән қабылдайды. D меншіктелінсін 4-ге дейді. Яғни жадының D деп аталатын ұяшығы 4 деген мән қабылдайды. Яғни жадының A, B және D ұяшығының 2, 3, 4 мәндерін қабылдаған шарт. Егер A үлкен B-дан, онда D меншіктелінсін A-ға дейді. Яғни біздің мысалымызда A-ның мәні 2-ге тең, B-ның мәні 3-ге тең. 2 үлкен 3-тен жоқ, онда бұл команда орындалмайды. Әйтпесе, D меншіктелінсін B-ға дейді. Begin, end 2 команда орындалатын болғандықтан өзіндік операторлық жақшаға алынады. D-ның мәні D 3 деген мән қабылдайды. Бірінші команда орындалған D меншіктелінсін B-ға дегенде D, B-ның мәнін қабылдайды, 3 деген мән қабылдайды. Екінші, D айнымалысына A-ның мәні қосылып, D ұяшығы 5 деген мән қабылдайды. Тармақталу командасынан кейін тағы бір оператор бар. Яғни D-ның мәнін 2-ге көбейтеміз. Яғни 5-ті 2-ге көбейтіп 10-ға тең болады. Сонымен D айнымалысының мәні 10-ға тең болады бұл жерде. Үшінші мысал. Келесі операторлар орындалғаннан кейін D айнымалысы қандай мән қабылдайды? D меншіктелінсін 0-ге дейді. Бұл жерде D ұяшығы 0 деген мәнге тең болады. A меншіктелінсін 1-ге. A ұяшығының мәні 1-ге тең болады. B меншіктелінсін 1-ге. Жадының B деп аталатын ұяшығы 1-ге тең болады. Шарт. Егер A үлкен 0-ден, онда, яғни 1 үлкен 0-ден, иә. Егер B үлкен 0-ден, then, яғни B 1 үлкен 0-ден, иә. Онда D меншіктелінсін 1-ге, яғни жадының D деп аталатын ұяшығы 1 деген мән қабылдайды. Else, D меншіктелінсін 2-ге. Енді мынадай тапсырманы орындайық. A, B, C үшбұрыш қабырғалары берілген. Оның периметрлерін тап. Периметрін есептеу керек. Мәліметтерді енгізу A, B, C үшбұрыш қабырғалары өсу ретімен пернетақта көмегімен енгізіледі. Мәліметтер шығару жартылай периметр экранға шығарылады. Сонымен ABC Pascal программасын жүктейік. Үнсіз келісім бойынша бағдарлама программ 1 пас атымен бағдарлама беті құрылады. Енді бағдарлама мәтін енгізуді бастамас бұрын жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін тапсырма шартын бағдарлама бетіне енгізіп алайық. Тапсырма шарты менде бар, сондықтан да мен оны кек кірістіремін. Бұл мәтін түсініктеме болғандықтан бағдарлама оны
трансляция кезінде ескермеуі үшін оны фигуралық жақшаға аламын. Мына жерде фигуралық жақшаға алу керек. Мына жерде фигуралық жақшаға аламын. Сонымен тапсырма шарты мынадай. ABC үшбұрыш қабырғалары берілген екен. Оның жарты периметрін есептеу керек. Мәліметтерді енгізу ABC үшбұрыш қабырғалары өсу ретімен пернетақта арқылы енгізіледі. Мәліметтерді шығару жарты периметр экранға шығарылады. Енді бағдарлама мәтінін жазуға кірісуге болады. Бірінші команда программ сөзімен басталады. Бағдарламаның әрбір жолы міндетті түрде нүктелі үтірмен аяқталады. Келесі команда uses crt. Одан кейін айнымалыларды сипаттау бөлімі var. Яғни біздегі берілген айнымалылар бұл үшбұрыш қабырғалары. Яғни A, B, C. Бүтін типті. Яғни integer деп жазамыз. Математикада өзіміз білетіндей, үшбұрыштың жартылай периметрі оның барлық қабырғалары қосындысының жартысына тең. Яғни жартылай периметр бөлу нәтижесі екен. Сондықтан оның типі real. Нақты типті. Ары қарай. Бағдарлама басы begin. Beginнан кейін end деп жазып, операторлық жақшаны ешқашан жоғалтпауға болады. Clear screen. Осыдан кейін мәліметтерді енгізу блогы кетеді. Бағдарламамен жұмыстың ыңғайлылығы үшін әрбір енгізілетін параметрге түсініктеме беретін операторды жазайық. Ол write. Яғни түсініктеме A айнымалысының мәнін енгіз. Яғни осы енгізілген A айнымалысының мәнін оқу операторы readline. Менде бұл екі жол бірнеше рет қайталанатындықтан, оны алмасу буферіне көшіріп аламын. Алмасу буферіне көшіріп алып, оны екі рет орналастырамын. Маған тек қана енді айнымалыларды өзгерту керек болады. Мына жерде B айнымалысының мәнін енгіз. Мына жерде C айнымалысының мәнін енгіз. Соған сәйкес оқу операторлары. Мына жерде B айнымалысының мәнін оқу керек. Мына жерде C айнымалысының мәнін оқуы керек. Тағы да математика курсынан үшбұрыш болу үшін кез келген бір қабырғасының ұзындығы қалған екі қабырғасының ұзындығының қосындысынан кіші болуы керек. Керек екендігін білеміз. Ал біз ол қабырғаларын өсу ретімен береміз. Сондықтан бізге бір ғана шартты тексеру жеткілікті. Ол шарт мынадай. A қосылған B, екі қабырғасының қосындысы үлкен C. Сонымен бағдарлама жазуды жалғастырайық. Егер if A плюс B үлкен C, онда, яғни then иә. Ал бізде бұдан кейін екі команда болады. Біріншісі жартылай периметрді табу, екіншісі шығару командасы. Сондықтан операторлық жақшаға аламыз. Көңіл аударыңыздар, мен бірден end деп жазамын. Сонымен қатар, бізде тармақталудың толымды түрі болғандықтан, end сөзінен кейін нүктелі үтір қоймаймын. Сонымен жартылай периметр P меншіктелінсін A плюс B плюс C бөлінген 2. Және екінші команда нәтижені шығару керек. Яғни write line жартылай периметр тең P-ға. Әйтпесе else read line экранға берілген қабырға мәндері арқылы үшбұрыш құруға болмайды деген сөз шығару керек. Осымен бағдарлама аяқталды. Енді оны іске қосып көрейік. Ол үшін енді бағдарламаны іске қосып көрейік. Ол үшін программа выполнить командасын орындауға болады, немесе F9 пернесін басуға болады. Мына жерде біз теңдікті ұмытып кеткен екенбіз. Қайта іске қосайық.
А айнымалысына 3 деген мән берейік. Б айнымалысына 4 деген мән берейік. С айнымалысына 5 деген мән берейік. Enter пернесін басатын болсақ, жарты периметр 9,5-ке тең дейді. Яғни, бір рет іске қосып көрейік. Енді мына іске қосу батырмасы арқылы орындап көрейік. А айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. А айнымалысына 4 деген мән берейік. Б айнымалысына 5 деген мән берейік. С айнымалысына 11 деген мән берейік. Берілген қабырға мәндері арқылы үшбұрыш құруға болмайды дейді. Яғни сонымен біздің бағдарлама жұмыс істеп тұр және дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын көреміз. Бұл жерде бізге ыңғайсыздық мынада болып тұр. Түсініктеме мәтін мен енгізілген мән арасы ашылмаған. Оны бұлайша жөндеуге болады. Мына жерде мына терезені жауып тастайық. Мәнін енгізіңіз дегеннен кейін мына жерде 2 бос орын қалдырайық. Мына жерде 2 бос орын қалдырайық. Мына жерде де тағы 2 бос орын қалдырайық. Енді қайтадан іске қосып көрейік. А айнымалысының мәнін енгізіңіз дейді. 4, 5, Б айнымалысына, С айнымалысына 6 деген мән берейік. Жарты периметр 12-ге тең дейді. Бұдан бағдарлама дұрыс әрі жұмыс істеп тұрғандығын көреміз. Әрі әдемі, түсінікті болғандығын көруге болады. Не білдік және не үйрендік? Бірінші, логикалық шарт. Бұл ақиқат немесе жалғандықты бекіту деп айтуға болады. Екінші, логикалық шарттың ақиқаттығын тексеру үшін if then командасы пайдаланылады. Үшіншіден, then сөзінен кейін шарт ақиқат болған жағдайдағы команда, ал else-тен кейін шарт жалған болған жағдайда орындалатын команда орналасады. Төртінші, else сөзі және одан кейінгі команда болмауы да мүмкін. Бұл толымсыз түрдегі тармақталу командасында. Бесінші, then және else сөздерінен кейін begin end операторлық жақшасымен шектелетін командалар сериясы орналасуы мүмкін. Сонымен мен сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті шығар деп ойлаймын. Егерде қандай да бір кезеңдері түсініксіз болған жағдайда сабақты қайта басынан бастап көруге болады. Егерде барлығы түсінікті болса, есептер мен жаттығулар кітабынан 6-шы жаттығуды орындайық. Күріш 2 дорбаға салынды. Біріншісінің массасы m килограмм, екіншісінікі n килограмм. Мынадай программа құрыңдар дейді. Қай дорба ауыр? Бірінші. Екінші, ауыр дорбаның массасы қандай? Осы есепті шығарып, бағдарламасын құрып жазайық.